Ресей мемлекеттік думасының депутаты Геннадий Зюганов Қазақстанға қатысты даулы мәлімдеме жасап, Қазақстан билігі русофобиялық саясат жүргізді деді. Содан 2 ай өткен соң әлеуметтік желі мен мессенджерлер арқылы Режеп Тайып Ердоғанның жауабы тарай бастады. Бұл қаншалықты рас? Бірге тексерейік. Весь Северный Казахстан, по сути дела, во многом остается русским, а на Южном Казахстане уже в школах не преподают русский язык. Осыған қатысты Ердоғанның Түркия Қазақстанда қиын жағдайда қалдырмайтыны туралы мәлімдемесі тарады. Алайда бұл фейк. Түркия президентінің сайтын, Твиттерін, Facebook парақшасын, Сыртқы істер министрлігінің ресурсын және жаңалық сайттарын қарап шыққаннан кейін Ердоғанның осындай мәлімдеме жасағанын растайтын ештеңе таппадық. Яғни бұл Ердоғанға қатысты тараған көп фейк ақпараттың бірі. Еске сала кетейік, Қазақстанның сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді Ресей депутаты Геннадий Зюгановтың жанжалды мәлімдемесіне Қазақстан тарапынан ресми наразылық болмайтынын айтқан. Құрметті оқырман, фактчектің сайтын оқып, әлеуметтік желілеріне тіркеліп, видеомызды бөлісіңіздер. Шындыққа әркімнің ақпар таласы.